Қайырлы күн, қалайсыздар? Күздің осы шақсыда күн шығып тұрады, бірақ салқын ауа ұрып тұрады. Футболкамен шығасың, жаурайсың, қалың киінесің, ыстықтайсың. Алматының ауа райы короче андай ғой. Күндіз жылы, түнде салқын ғой. Былай нормально екен, бірақ қазір салқын сияқты. Райондамыз. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен қазір өзімнің мастеріме келе жатырмын, шашыма ботокс жасатуға. Әрине, кімге десеңіздер, ботаға. Байғат, Алматы жаман пунктуальный екен аға. Күз деген уақытысында ровно 1 сентябрьде кіріп келді ғой. Ойлаңыздар. Бұрын ондай болмаған. Бұрын либо ерте, либо кеш келетін. Бірақ Алматының күзі жаман пунктуальный екен. Ровно 1 сентябрьде фук етіп келе қалды ғой. Қалың киімдерімізді алып үлгермей қалдық қой. Басқа өңірлерде не болып жатыр жалпы? Сіздерде күн салқын ба, жылы ма, қалай? Бізде суық Алматы. Всем доброе утро. Частный домда тұратын, наверное, меня поймут. Бізде магазинге бару енді проблема. В общем, я типа проиграла, и поэтому я иду в магазин. Көрем, прям жек көрем. Бір жаққа бару үшін киіну керек, сылану керек, дайындалу керек, в общем. С другой стороны, для мамы в декрете магазин деген ол бір қыдыруға шыққан сияқты. Без ребенка, без мужа, без всех. Поэтому все окей. Бүйтіп шөп сауып атсам, шошып кеткенсіз ғой, мынаны көріп бар ғой. Мынаны жатсың қаласына, ема, кайфовый жер тауып алған ғой мынау. Қорқып кеткенсіз ғой, мынаны көріп бар ғой. Неме дейсің? Қораны толтырып тастау деген біз үшін сән ғой, үшін сән. Пополнение болып жатыр. Бізде осындай движение. Ал берекесін берсін, шүкір Алла. Мынау ақпарат бар еді ғой, білесіздер ме? Ақпарат бар ғой. Бұл осындай мужичок болып жатыр уже. Сұрайды кейбір адамдар менен осыны дайректе, қақта көрсетпей қойын деп. Бұл полный откормочный база. Откормға отырды. Ал көрейік результат қалай болатын. Примерно ожидаемый вес 200 килограмм или 220 даже. До Нового года.